Құрметті оқырмандар, кезекті ауызашарға бүгін қызым екеуміз дәмді тіске басар дайындамақ болдық. Бұл жерде енді осынша саласын, аншадан тұздан манша саласын, бұрыштан манша саласын, судан манша құясын деген нақты рецепт емес, бәрі көз мөлшермен жасалған, күнделікті тұрмыста жасауға болатын заттардан жасалады. Ең бірінші 4-5 картошканы аршып, қызым екеуміз суға әбден қайнатып алдық. Кейін оның суын бөліп төгіп тастап, тұз бұрышын салып, картошканы езіп алғаннан кейін мен қамырға кірістім. Қамырды кәдімгі еттің нанына қалай жаясыздар, солай суын, бір жұмыртқасын, тұзын салып, иін қандырып, төрт бұрыштылап, жайма-жайма қылып кесіп алдым. Кейін жаңағы дайындалған картошкамызды бір қасықтан немесе бір қасыққа жуық мөлшерде осы жаймаларымызға салып, тұшпара қылып бүгеміз. Тұшпара қылып бүккеннен кейін оларды әп-әдемі сап-сары қылып, кәдімгі мол құйылған сұйық майға қуырып аламыз. Екі жақ бетінен өте дәмді қуырылған тұшпараларымыз дайын болды. Балаларға да, отағасымызға да қатты ұнады. Жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазыңыздар.